Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте оңай, ерекше болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған сары майымызға қантымызды қосып 1 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Оның үстінен 1 жұмыртқамызды қосамыз. 2 ас қасық қаймақты қосып және қасықтың ұшында ғана қызыл индийский краситель қостым. Оны да 1 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Електен өткен ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, ұнымызды 2-ге бөліп, қамырды илей бастаймыз. Ең алдымен осылай лопаткамен илеп алатын боламыз. Қамырымыз кішкене біріккенше. Қалған бөлігінде салып, жұмсақ етіп, қолымызбен қамырды илейтін боламыз. Осылайша толықтай жұмсақ қамыр илеп дайындап аламыз. Енді қамырымыздың 3-тен 1 бөлігін алып қоямыз, яғни үлкен бөлігін холодильникке жарты сағатқа қоямыз. Кішкентайда бөлігін морозильникке, оны да жарты сағатқа қатыратын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбемізге қантымызды, 1 жұмыртқамызды, 2 ас қасық қаймақты және дәміне қарай қалауыңызша ванилин қоссаңыз да болады. Барлығын миксерлеп шығатын боламыз. Сұйық масса болғанша миксерлейтін боламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Осылай сұйық масса болғанша миксерлеп дайындап алдық. Алдын ала үлкен қамырымды мен формаға салып дайындаған болатымын. Өте оңай, жайылып осылай болып шығатын болады. Енді барлық салма, барлық жеріне түгел жететіндей етіп орналастырып шығамыз. Морозильниктегі кішкентай бөлікті алып, оны терканың ең кішкентай көзінен өткізетін боламыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Енді қызып тұрған 180 градусқа 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Осылайша біздің пирогымыз дайын. Суығаннан соң осылай кессек болады. Өте ерекше дәмді болып шығады. Ортасын кесіп көрсететін боламын. Өте оңай, өте жылдам дайын болады. Осылай менің пирогым дайын болды. Достар, видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сізде дәл осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.